Transparency International әлемдегі жемқорлық деңгейін зерттейтін тәуелсіз ұйым. Беделді ұйымның рейтингісіне сенсек, Қазақстанда сыбайлас жемқорлық деңгейі төмендеген. Әлемдік рейтинг көрсеткіші бойынша 31 ұпайға иеміз. Алдағы меже үздік жүздіктің қатарына ілігу дейді департамент басшысы. Бұрынғы қаржы полициясының қызметі, яғни жемқорларды ұстап, оларға тиісті жаза белгілеу болатын. Ал қазіргі мемлекеттің негізгі міндеті сол себептерді емес, себептерді анықтап, салдарымен күреске емес, ең басты оған сыбайлас жемқорлыққа не себеп болып отыр. Соны анықтап, сол бағытта өзінің жұмысын жүргізу болып табылады. Сыбайлас жемқорлықпен күресте аудан қалаларда арнайы мониторингтік топ құрылып, өз жұмысын бастап кетті. Департаменттің бастамасымен ұйымдастырылған топтың мақсаты мемлекеттік органдардың қызметіне қоғамдық бақылау орнату. Оның құрамында әр саланың мамандары бар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатына қол жеткізу мынадай. Бірінші тармағында қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбестік ахуалын қалыптастыру, екінші сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау және олардың салдарын жою. Еңбек ұжымдарында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру тақырыбында өткен форумда атқарылған жұмыстар баяндалып, алдағы жоспарлар айқындалды. Шара соңында кәсіподақ ұйымдарының басшылары сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда, мемлекеттік органдармен бірлесе жұмыс жүргізуді белсенді түрде жалғастыра беретіндіктерін жеткізді. Нұрсина Төрехан, Мұрат Айдинаев, ТВК телеарнасы.